Кока-кола сусынының сіз білмейтін 12 пайдасы. Егер кастрөлді күйдіріп алған болсаңыз, ішіне кока-кола құйып қайнатыңыз. Кастрөліңіз көз алдыңызда жаңарады. Кез келген суретті ескі етіп көрсетуге болады. Ол үшін суретті кока-колаға аз ғана батырып кептіру қажет. Бірақ суретті толықтай суламаған жөн. Әйтпесе құртылады. Шаш бояуын кетіреді. Бұл байқаусызда өзіміз қаламаған түске боялып қалған шаш туралы айтылып жатыр. Ескі тиындарды кока-колаға салатын болсаңыз, олар жаңарып шыға келеді. Шәйнектің ішіне кока-кола құйып, оны бір күнге қалдырыңыз, қақ толығымен кетеді. Унитазды да кока-коланың көмегімен тазалауға болады. Тұздыққа 1/1 есебінде кока-кола араластырып, артынша оны етке қосып дайындауыңызға болады. Өте дәмді шығады. Кока-кола шашқа арналған ең үздік кондиционерлердің бірі. Алдымен шашыңызды кока-колаға жуып, артынша кептіріңіз. Міндетті түрде шампуньді пайдаланғаныңыз абзал. Шырышты ұлулар кока-коланың иісін жақсы көреді. Оны осы жәндіктерден құтылу мақсатында қолдануларыңызға болады. Сіз бұрап шығарайын деген бұрандаманың қатып қалғанын байқасаңыз, оның үстіне кока-кола құйыңыз. Сол кезде тоты бірден кетеді. Асыл бұйымдарды тазалауға болады, бірақ тастары жоқ бұйымдарды ғана тазалаған жөн. Бір қызығы, кока-кола асқазан ауруларына көмектеседі екен. Тек газы жоғын пайдаланған дұрыс. Мысалы, ұзақ жолда жүрек айныған кезде кока-коланың газын шығарып ішетін болсақ, жүрегіміздің айнығаны бірден басылады. Каналға тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра өтіңіз.